Сәлем достар, бүгінгі видеода топ 6 бизнес идеяны көретін боласыздар. Жалпы видеоны толық көрместен бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Электр товарлары. Жалпы электр товарларына лампочка, розетка, прожектор, сонымен қатар LED лампалар жатады. Арнайы бутик магазин ашсаңыз болады. Тек электр товарларына қатысты етіп, оның товарлар санын күннен-күнге көбейтуіңізге болады. Еще плюс арнайы мамандандырылған жұмысшылар болса, мысалы люстра құруға, времянка, тоғын жалғауға, тоқ салуға деген сияқты заказдар қабылдауға болады. Одан кейінгі бизнес идея түрі ол кітапхана. Кітапханада ешкім оқымайды, қазіргі заманда ешкім оқымайды деуіңіз мүмкін. Бірақ қазір кітапхананы ерекше етіп, қазіргі заманға сай етіп, музыка, стенкаларды әдемі етіп, жарық қылсаңыз, кітапханаға барлық адамдар келеді. Тек өзіңізге блок қоймаңыз, ешкім келмейді деп күлуіңіз де мүмкін. Одан кейінгі бизнес идея түрі ол сурет салу, картинка, 3D картинка деп аталады. Қазіргі таңда в тренде болып жатыр. Көбінесе мысалы жаңа салынған үйлерге, немесе кафешкаларға, жұмыс орындарына картинкалар қойып жатады. Ол қазіргі заманға сай емес. Сондықтан суретшілердің идеяларына байланысты сіз ойласып, өз ойыңыздағы фотоны жүзеге асыруыңыз мүмкін. Мысалы мотивациялық фотолар, балалар ойнайтын жерлерге специально балалардың фотоларын қойдырта аласыз, немесе спальняларға арнайы талдардың өзіңіздің идеяңызға байланысты суретшіге тапсырыс бере аласыз. Одан кейінгі бизнес идея түрі жалға беру. Алматы, Астана қаласында мысалы үйлер болады, өте кішкене, шағын қылып, мысалы сол проектіні өзіңіздің ауылыңызға, немесе ауданыңызға алып келсеңіз, салсаңыз, сосын арендаға берсеңіз, адамдар келеді. Тек только ол семьяға, отбасыға байланысты етіп, барлығын есептеп, жатын орны, қонақжай барлығын ретімен келтіру керек. Одан кейінгі бизнес идея түрі ол тез тамақтанатын орын. Яғни ол жерде сіз бастапқы свежий тәтті қылып, пирожки, беляши және пигуди, тек үшеуін ғана сататын шай, еще плюс шаймен бірге тез тамақтанатын орынды ерекше бизнес идея түрі болды. Келесі бизнес идея түрі ол сағат жасау, яғни қолмен сағат жасау. Қазіргі таңда карантинге байланысты осы барлық адамдар сағат жасап заказ алып кетті. Ерекше идеялар. Сонымен қатар бұны конфетница ма соған салатын ыдыстарды осындай қылып ерекше қылып краскілеп жасап жатыр. Мен өзім жасадым емес, бірақ көрдім сондай идеялар. Қарапайым деп айтады, мен бірақ ондағы қатысым жоқ болғасын, қатты қызықпадым. Бірақ осындай бизнес түрлері бар. Сағат жасасаңыз болады, тарелкаларды бояп сатсаңыз да болады. Сынып қалған тарелкалар болмайды негізінен, сынып қалған тарелкалар. Бірақ енді ерекше қылып, идеяңызға байланысты бизнес түрін дамытсаңыз болады. Келесі де топ бизнес идеяны күтіңіз. Сіздер қандай бизнес идея түрін плюс деп бағалайсыз, және өзіңіз комментарийге жазып кетсеңіз.